мінекей мынау жевательный бұлшық еттер. Біз осы бұлшық еттер ең көп, ең бірінші қысқаратын осы бұлшық еттер әжім бетті кәрі көрсететін. Себебі біз бұлшық еттерді кішкентай кезімізден бастап қолданып келеміз. Тісіміз шыққаннан бері, тамақты шайнап бастағаннан бері қолданып келеміз осы бұлшық еттерді. Күнделікті 3 рет. То есть 50-60 подходтан күнделікті шайнай береміз. Таңертең шайнаймыз тамақты, обедте, кешке. Кейбірлер тіпті түнде не расслабляют их, түнде деген қысып жатады жақтарын. Және де мына жер бірінші, и мына жер бас жақта екі бөлшегі болады жевательный бұлшық еттердің мышцалардың. Және де бұлар қысқарып қалған кезде мына беттің екі жағы кіріп тұрғандай болады. Бүйтіп бетіміз вроде арық емес, бетіміз все-таки өзіміздің бір салмағымыз болады, Мен көп әйелдерде байқаймын, почти барлық әйелдерде осындай болады. То, что беттерінде вроде май бар, арық әйелдер емес олар деген. Салмақтары да бар. Бірақ та осы беттердің екі жағына өстіп, екі жағына осы